Маймақ Ишан Қазантайұлы 1863 жылы Қарақ тауында Қуандарияның бойында туылып, 1926 жылдары қайтыс болған. Руы Торыбай, Бозғыл, Шөмекей. Жастайынан діни ілімге қызығып, молдаға оқып, сауатты адам болған. Қазіргі Көмекбаев ауылының оңтүстік батысқа қарай 12 километр жерде Маймақ Ишанның мешіті болған. Мешіт қамкесектен салынған, ауданы 20-14 метр, 2 бөлме, биіктікте орналасқан. Жанында бөлек кітапхана ғимараты бар. Оның ауданы 4-5 метр. Осы уақытта мешіттің тек қана қабырғалар қалған, намаз оқитын михрабы сақталған. Кеңес өкіметі кезінде мешіт бұзылып, қойшыларға үй салынған. Маймақ Ишан ел арасында ислам дінін таратуға негізгі мақсаты деп санаған. Меккеге қажылыққа 2 рет жаяу барған. Бір Ишан кісі өзі баруға денсаулығы жарамай, өзінің орнына Маймақ Ишанды 2-ші рет қажылыққа баруын қалаған. Осы сапарға руы Таққожа Балқы Мырзағара Ишанды бірге ала кеткен. Ол уақытта жол өте ауыр екен. Қазіргі Қарақалпақстан, Түркіменстан арқылы Каспий теңізіне дейін жаяу аттылы барып, Иранға өтетін жерде кемеге мінеді. Кемеге мінер жер өте қиын болған. Адам көп, күші жеткен мініп, әлсіздері қалып кетеді екен. Маймақ Ишан алымдықтардың арқасына артық күшке еге болса керек, сол жерде Мырзағара Ишанды оң қолтығына, киім-кешегін жейтін азық-түлігін үлкен қоржынға салып, иығына асып, топты жарып өтіп кемеге мінген. Кемеде Мырзағарға Ишан іш ауруы болған. Мұндай ауруды теңізшілер жұқпалы деп адамды тірідей теңізге тастап жібереді екен. Маймақ Ишан жандағы серігін емдеп, ауырған білдірмей, аман-есен теңізден алып өткен. Ол уақытта жол болғандар қажылықтан 6 айда болмаса 1 жылда келеді екен. Маймақ Ишан өмірінің соңғы кезеңінде мешіттің имамдығын Ақмырза Ахуанға берген. Ишанның 10 ұлы болған, барлығы діни сауатты, мақсым болған. Ақмырза Ахун көтерілісі жеңіліске ұшырағаннан кейін балалары Өзбекстан, Ауғанстанға кеткен. Маймақ Ишанның кенже ұлы Әбдімәлік Мақсым 1903 жылы туылып, 1987 жылы қайтыс болған. Ақмырза Ахуанның шәкірті өмірінің соңына дейін Өзбекстан Кенемах ауданында Торбай молда атанып, мұсылмандық негізгі шарттарын уағыздап өткен.